апаларымыз 50 билет деп алып кетті да. Бұлай 3 қатарлап адам тұрған, бұлай кәдімгі 3 қатарлап. Өзіміздің мынау тиіп тұрған Өзбекстанда қандай дамып кеткен. Сол газетті біз не үшін алып барамыз? Оны 500 теңгеге түсіріп қою керек. Былтыр білесіздер, кей ойындарды мүлдем тегін қылатын еді ғой. Біз газетті орындықтар шаң болған үшін алып барамыз. Мысалы үшін стадионнан шыққан адамды бірден білуге болады арқасына қарап. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулықпен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егерде сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Ассалаумалейкум футбол сүйер қауым. Бүгін бізде неге офсайдтың жаңа саны. Бүгін бізде қонақта Абитаев Марат мырза. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Кеше ойында болдыңыз ғой, Ордабасы мен Петрокубтың ортасында. Иә, әрине бұл ойынға өзі қанша жылдан бері чемпион болғалы дайындалып жатырмық қой, бұл ойынды көреміз деп. Ойын басында болдым, басқасында болдық. Ойын туралы пікіріңіз? Ойын енді біз күткен нәтиже болмады. Ордабасы меніңше үйде жеңіп алу керек еді. Әттеген, бірақ енді қонақта жеңісті жұлып алады деген сенім бар. Ал неше жылдан бері Ордабасыға жанкүйерсіз? Мен өзім ең алғаш Ордабасы ол кезде бізде қалай аталды? Синтез берді, есімде жоқ. 2002 жылы ең алғаш сол біздің командамен Қайрат ойнаған. Сол кезде 0-2 есебінен ұтылған. Сол кезде алғашқы мәрте мен Қажы Мұхаммед стадионына барғам. Ол кезде мынау жаңағы батыс трибунасы жөндеуде тұрған. Шығыс трибунасы ол кезде ағаш тұғын. Сол ағаш орында отырып көргем ең алғаш ойым. Сол енді біз енді ауылда туып өстік. Қалаға жаңа 2002 жылы оқуға келгеннен бері сол Ордабасының жанкүйеріміз. Негізі сол бұрыннан ғой, баяғы анау Теңбілдоп дегендерді білесіздер ме? Күтіп, кәдімгі сағынып аптасына бір рет. Қазіргідей заман емес еді ол кезде. Қалай ойлайсыз, Ордабасы шыға ала ма Лига чемпионовқа? Лига чемпионовтың топтық кезеңіне ме или келесі кезеңге ме? Жоқ, топтық кезеңіне. Топтық кезеңге шыға алмайды. Шыға алмайды. Сенбеймін. Не үшін? Не сеніміңіз нақтамай жатыр? Енді кеше ойынды көрдіңіздер ғой. Ойын сылбыр, балдарда кішкене тәжірибе жетіспей жатқан сияқты. Одан кейін алда АПЛ күтіп тұр, білесіздер. АПЛ деген Европада әжептәуір өзін танытқан команда. Біздің енді Ордабасыда қатысып келеді ғой жыл сайын жаңағы кейінгі жаңағы төменгі деңгейге Европа кубоктерде. Ал Чемпиондар лигасында алғашқы ойын болғаннан кейін ба кеше кішкене бір толқыныс болған сияқты болды. Анау екінші таймда көрдіңіздер ғой, Исламханды қандай мүмкіншілік болды, анау кімнің қақпашысы, Петрокубтың қақпашысы қателескен кезде. Сондай мүмкіндіктерді салып алу керек еді. Анау Яқшыбаевтың бірінші таймдағы не деген керемет мүмкіншілігі. Салу керек еді соны. Қалай ойлайсыз, биыл тағы чемпион бола ала ма Қазақстанда? Бізде былайда, бізде Қазақстанда Ордабасы чемпион болуға мүмкіншілігі бар. Өте даже қазіргі составпен көп деп айтсам болады. Ендігі мәселе біздің Еврокубоктегі жорығымыз ғой. Енді команда білесіз, екі фронтта ойнайды. Екі фронт, мысалы үшін мынау ертеңгі Петрокубтан өтіп кетсек, ары қарай уже жайлап жолдар ашыла бастайды. Одан енді ұтылып қалсақ Лига Европа, одан ұтылып қалсақ Лига конференция. Лига конференцияның топтық кезеңіне шығып кетсек, сол кезде екі фронт басталады. Әр 3 күн сайын ойын дейді. Одан кейін білесіз, тағы анау Лига кубок деген ашылған тағы да. Сол себепті бізде бір жаққа бет бұрған дұрыс та, негізгі бір фронтқа ойнау керек. Енді күші жетпейді деп отырсыз ба, екі фронтта ойнауға? Күші жетпейді. Неге мынау состав әдемі ғой? Бәрібір күші жетпейді. Өйткені бізде мынау Ақтөбе жаңағы бізбен қарсыласып келе жатқан Қайраттар біздің шалыс басқанымызды күтеді. Өйткені біз Қазақстан атынан түсіп атқан екен, ол тек қана Шымкент емес қой. Қалайда жаңағы Лига конференцияның топтық кезеңіне шықса, бір команданы жеңу керек, бір командамен тең ойнау керек. Өйткені бізге УЕФА коэффициенттер береді ғой. Қазақстан намысына коэффициент алу керек. Сол себепті негізгі құрамды сояққа шығарып қояды да бәрібір.
енді бізде кеше мысалы үшін екінші құрамда отырған жігіттерде жақсы ғой, мынау Дембо, Чехович, жаңағы Сағадат, тағы кім бар еді бізде негізгі құрамға ілінбей, Садовский. Жақсы ғой. Олар да жақсы. Негізі бізде екі құрам жақсы жасақтап алған Сиднев. Бірақ енді түсінбей жатырмын. Мен өзім ойлаймын, біз 3 қорғаушымен, 3 жаңағы орталық қорғаушымен ойнағанды қою керек. Кеше де сөйтіп ойнады ғой. Кеше де солай ойнады. Не ол артқа жатып алып ойнайды. 3 орталық қорғаушымен бас тарту керек одан жалпы. Сөйтіп бізде шабуыл ойын көрсету керек қой, кәдімгі атакующий ойын көрсету керек та. Ойын сылбыр ғой кеше, көрдіңіздер. Болмаса жоқ, мүмкіндік көп еді. Мүмкіндік көп еді гол салуға. Бірақ сонша мүмкіндік қолдан кеткеннен кейін футболда бір сөз бар, сен ұрмасаң саған ұрады деген. Енді сол. Кеше өзің ойында болдың ба? Иә, стадионда. Енді қарасаң, Петрокоптың негізге бір өткір шабуылы жоқ. Кеше бірінші таймда жаңағы бұрыштамадан бір жаңағы қауіпті жаңағы момент болды, қауіпті жағдай болды. Бұлайша алыстан теуіп атқан жай кәдімгі, олар өйткені әлі ояқта маусым басталмаған. Бірақ Петрокоп командасын мен бір қарап шықтым, бағана 2019-дан бері қарай 3-ші, 2-ші орындар алып келіп жатқан команда екен. Бұл енді жаңағы Шериф деген ояқтың командасы болған. Шериф 9 жылдан бері чемпиондықты ешкімге бермей келе жатқан ғой. Сол Шерифтің көлеңкесінде жүрген команда екен. 2022 жылы ғой деймін, кубокты жеңіп алған екен. Бірақ құрамы жақсы. Жастардан құралған, орта есеппен 26-27 жастағы балдар. Менімше ойын бір деңгейлес болды, бірақ біздің Ордабасымен екеуінің бюджетін салыстырсаң, әлде қайда төмен бізден, жарты төмен десек болады. Ордабасының бюджеті бір 12 миллион долларға жуықтау, олардың бюджеттері бір 6 миллионға жуықтау екен. Енді ертең сырт алаңында мен Ордабасы прямо бір ұтылып қалады деп ойламаймын. Мынандай ойын болса ұтылып қалады деп ойламаймын. Бірақ құрамды мен кеше түсінбеймін. Мысалы үшін Қазақстан премьер-лигасында да мынау Астановпан жаңағы Сүйінбаев негізгі құрамды көп ойнап жүрген жоқ, білесіздер. Сүйінбаевты өзі біраздан бері көрген жоқ оны. Алып келді де ең негізгі ойынға екі жаққа қапталға қойып қойды. Бірақ енді меніңше Сүйінбаевтың тәжірибесіне сенген шығар. Енді тәжірибе шешеді деп ойлаған болу керек. Кеше бірінші таймда байқадыңыздар, Сүйінбаев кішкене қателесіп жатты. Сүйінбаевтың қателігін Асхат жауып жатты. Өйткені Асхат төменде түсіп ойнауға тура келді. Сүйінбаев алға кетіп қалған кезде арқаны жауып үлгермей жатты. Доп қаяққа барады, жүгіріп артын үлгермейді. Бізде осы Сүйінбаев бірақ екінші таймда кішкене бір үзілістің кезінде бір жақсылап нұсқама алған ау, екінші таймда жақсы ойнады. Сүйінбаевтың орнына может басқа біреуді қою керек пе еді. Мысалы, Бразилиядан сатып алған кешегі біздің Ретиналдыны осындай ойында пайдаланбағанда неге оны, қандай ойында пайдаланамыз оны? Енді әлі не деп ойлаған шығар? Жас айтады, әлі ойнамаған жоқ несі деп. Мен кешегі Лига кубогының ойына бардым, Ордабасымен Елімай ойнаған кезде. Сол кезде негізгі құрамда кешегі біздің сатып алған Тобыр қорғаушымыз ойнады. Бірақ ойыны өте жақсы, маған ұнады. Адаптация болып жатыр. Мүмкін о жаққа дейін адаптация болып 17 ойнайды ғой, қарымта ойын. Сол кезде өтіп келер. Сенейік Ордабасыға. Ал кеше мен ойладым, 100%-тен асып кетеді, жанкүйерлер толып кетеді. 110-120-ға дейін барса керек деп ойладым да, то что лестницаларға отырып алдын болды ғой, Ақтөбемен ойнағанда дәл сондай көріністі көрдім мен. Кеше де дәл сондай көріністі көремін дедім. Билет қарасам, билет қалмаған, мен ойладым, вот этот уже басқа нәрсе, бұл Ордабасының жаңалық. Билет қалмады деген нәрсе, білмеймін әлі соңғы рет қашан болған. И стадионға кірдік, трибуна бос жерлер өте көп еді. Бұған пікіріңіз, перекупщиктер? Мен 9 күні кассалар, Қажымұқан стадион кассалары ашылды. 9 күні мен азанда 9:30-да бардым. 10-да ашылады деген касса, сағат 11-де ашылды.
Мен ол жөнінде әлеуметтік желіге де өзімнің желіме парақшама салдым. Біз билет алып жатқан кезде алдымызда бір апаларымыз 50 билет деп алып кетті да. Былтырғы ойындардың, сіз Ордабасының ойындарын көрдіңіз ғой, қарадыңыз ғой? Былтырғы Ордабасының ойындарында, мысалы үшін біздің чемпион болатын ойында Шахтермен ойнадық қой. Сол кездегі стадионның толғанын көрдің ба? Иә. Мысалы, лестницалардан бөлек, мынау кәдімгі тәртіп сақшылары тұратын, айналып жүгіретін жолақта бұлай 3 қатарлап адам тұрған, бұлай кәдімгі 3 қатарлап. Мен дәл кешегі ойында сондай аншлаг болады деп ойладым. Өйткені барлығы мынау футболға қатысы бар сайттардың бәрі билет сатылып кетті деп айтты. Бірақ билет жоқ, шынымен билет жоқ. Бірақ стадион бос. Бос болғанда енді жалпы 100%-ға толы емес. Бос орындар болды, көріңіз, мынау жаңағы максимум 80%-ке толды. 80%-ке толды. Енді бұл жаңағы алып сатарлардың кесірінен болды. Бұл ашық айтамын, өйткені мынау Қажымхан атамыздың ескерткіші бар ғой. Соның қасында тұрып кәдімгі билеттерді саудалап жатты. 3.000 теңге, 4.000 теңгеден саудалады. 8.000 теңгеден, 4.000 теңгеден де саудалапты. Оны маған бүгін әлеуметтік желіме бір жігіттер жазды. Бірақ кешегі күні меніңше жаңағы алып сатарлар жаңағы ісін істей алмады ма? Ісін істей алмады. Өйткені билет өтпей қалды. Өйткені білесіздер, біздің Шымкент студенттерге бай. Студенттердің 8.000, 9.000 теңгеге кішкене қалтасы көтере бермейді. Сол себепті бұл мәселені бір жүйеге қою керек. Мынау Қажымхан Мұңайтпасов стадионының әкімшілігі негізгі мынау билеттер жақсы өтетін батыс трибунасын өздері сатады кассада. Анау жаңағы ар жақ шығыс трибунасын тикетонға беріп қояды, болмаса анау заказ билетке беріп қояды. Осыны мен жалпы 100%-ға мынау не арқылы сатса деп өзімнің ойым. Интернет арқылы сату керек, жаңағы онлайн саудалау керек. Касса деген керегі жоқ қой, енді ол баяғы келмеске кеткен заман ғой. Баруға да ешкімнің несі болмаса керек. Барып оны қаншама кезекке тұрасың. Мысалы, былтыр білесіздер, бізде Шымкент осы чемпион болған жылында, чемпион болған маусымында стадион 100%-ға толып отырды. Әрдайым кім келсін, Қайсар келсін, болмаса Ақтөбе келсін, болмаса жаңағы Атырау келсін, оған мән берген жоқпыз. Толып отырдық, 100% толып отырдық. Биыл ондай көрмедім. Азайып кетті. Өйткені аудиторияны жоғалтып алды. Стадион жаңа білесіздер, ең алғашында 1,5 теңгеден саудалаған. Сөйтіп біз әлеуметтік желілерге жаздық, үйттік, бүйттік, 1000 теңгеге түсіріп қойды. Соны 500 теңгеге түсіріп қою керек. Былтыр білесіздер, кей ойындарды мүлдем тегін қылатын еді ғой. Ойындар кәдімгі тегін болатын тұғын. Сөйтіп мына стадионның алдына кәдімгі автобустар әкеп қойып қоятын тұғын. Мынау жаңа қаланың шетіне Асар дейміз, Қайнар дейміз, сол жақтарға арнайы автобустар қойып, ана жерден тасымалдайтын тұғын. Биыл енді мынау қаламыздың әкімі ауысты дейміз, жаңағы Ордабасының басшылары ауысты. Бұл жүйені кішкене әлі жолға қоя алмай жатқан сияқты. Жайлап жолға қоятын шығар бұл мәселені. Бірақ енді анау айтып жатыр ғой, былтырғы жылғы жаңағы Ордабасын маркетинг саласын жүргізген адам жақсы жүргізген еді, солар жұмыстан кетіп қалды шамасы деп жатыр да. Енді чемпион болған командаға мынау ұят қой, мысалы мына поляның мынау шетіндегі мынау кәдімгі жарнама істеп тұратын рекламный щиті бар ғой. Соны байқасаңыз, анау Астана ойнап жатқан ана Хан Тенгридің стадионы қандай еді, не ғой, бір университеттің университеттің стадионы. Стадион сол жердің өзінде кәдімгі электронный тұрады да. Ал біздің Шымкентте мысалы үшін жаңағы плакат қойған ба? Плакат істеп қойған, баннермен істеп қойған, Молдованы чемпиондар келіп отыр. Мынау не деп айтқан шығар? Мынау әлі Қазақстан деген әлі артта қалған екен ғой деп. Жүгіріп келсе, бутсisi ішіне кіріп кетсе керек. Иә, кіріп кетеді ғой, өйткені оның артына бір OSB деген өзі материал болады, соны қойып, үстіне кәдімгі плакат, жаңағы баннерделіп қойған. Ол ұят негізі. Мен бұл мәселені бюджет бар командаға ұят дейсіз. Иә, көктемде бұл мәселені айтқан мен. Көктемде арнайы соны түсіріп, одан кейін мынау білесіздер ғой, Қажымхан Мұңайтпасовтың дәретханасын түсіріп, мен арнайы салғам сол мәселені. Енді көш, не дейді, жүре түзеледі дейді, енді чемпион болып жатырмыз. Білесіздер, анау Бақтияр Даниярұлы деген бізде Ордабасын қаншама жыл басқарды ғой. Соның кезінде біздің команда
сол бестікте жүретін еді ғой. Иә, Бестік деген еді ғой, алтылық деген білетін шығарсыздар. Иә, екіге бестік, иә. қайтып. Мынау енді мынау қаланың басшылықтары анау ауысып, анау бір ағамыз Замахин болды ғой, Мақсұт Исақов деген ағамыз. Сол өзінің мына инстаграмдарына салып, сөйтіп әйтеуір кубокты алдық. Ал кубокты ала сала артымен жаңағы Даниярұлы жаңағы жұмыстан кеткеннен кейін уже чемпион болдық та. Болмаса Ордабасының бюджетін білесіз ғой, не деген мынандай бюджеттер болды ғой, 7 миллиардтап. Бірақ біздің жаңағы стадионға ешқандай анау газоны ауыспағаны Құдай біледі енді. Сол газон мен туылған кезде егілген газон болса керек. Қалай ойлайсыз, бізде мысалы қашан футбол уже мейрам сияқты, праздник сияқты тойланып бәрі халық футболға барады деген. Негізі сол бізде уже қалыптасып қалып еді. Былтыр сонда мейрам болып қалып еді. Кәдімгі мейрам еді. Мен үшін футбол әрқашан мейрам. Мен мысалы Ордабасының ойындарын мен жібермеймін. Мысалы мен өзім құрылыс саласында жұмыс жасаймын. Мынау Түркістан облысы, мынау басқа да облыстарға кетіп қаламын, бірақ Ордабасының ойнайтын күніне арнайы соған өзімнің кестемді дайындаймын. Соған ертірақ келуге тырысамын. Енді халықта мысалы оған әкеліп там сол мысалы мен Баварияда болғанымда, мен Мюнхенде болдым. Бавария ойнаған күні сіз көшеге шықсаңыз, уже білесіз, бүгін футбол бар, бүгін Бавария ойнайды деген ощущение, андай сезім сезінесіз. Бізде білмеймін қашан қалыптасады деп ойлайсыз ол нәрсе? Қалыптасады, егер жақсылап жұмыс істеп жаңағы бастап жатқан стадионымыз аяқталып жатса. Анау айтады ғой, футболды жаңағы Англияда да жаңағы өзің айтып отқандай Германияда да кәдімгі мейрам сияқты сезіледі. Қай күні мен әлеуметтік желіме біреу жазыпты, осы стадионда неге пиво сатпасқа деп. Бізде білесіз ғой, пиво түгіл ана баклажкамен кіргізбейді. Ана жерде тұрып алады, анау дұрыс емес, мынауың дұрыс емес деп. Бізде әлі ол баклажканы себебін білесіз. Халық білмеймін. Қазір мен кеше стадиондан шықтым, и стадионның ішінде де сыртында да білмеймін, адамдар тастап, мен ештеңе айта алмаймын. Ол мусорды бүйтіп өзінікі ғой ол. Біреу тастап, сен өзіңдікін аламасаң, білмеймін, ол нәрсені біз қашан қалыптастырамыз. Мен Варшавада Леганың ойына кіргем. Стадионнан шықты бәрі, бір мусор көрген жоқпын мен жерде. Бізде сыртында да, ішінде де мусор деген надан. Енді бізде бір волонтерлар бар ғой, мысалы стадион ойын аяқталғаннан кейін өзі арнайы волонтерлар бар. Жаңағы халықтан қалған газеттерді жинайды. Сол газетті біз не үшін алып барамыз? Мен соңында айтпақшы едім, сіз келдіңіз соған. Біз газетті орындықтар шаң болған үшін алып барамыз. Мысалы үшін стадионнан шыққан адамды бірден білуге болады арқасына қарап. Өйткені бізде стадион тегін емес. Ақшасын алып жатыр, қаншама халық жиналып жатыр. Мен өзім Тараз қаласында болған кезімде, мен Тараздың ойынына бардым. Сол кезде көрдім кәдімгі адамдар отыратын орындықтарды сүртіп тазалап қойды екен. Кәдімгі газет алып барудың керек жоқ. Бардың, отырдың, көрдің, қайттың. Мысалы, мен де өзімнің мысалы алып барған бір стақаным, бір нәрсем жаңағы анау кино театрлардағы сияқты шығар кезде алып кетем. Анау астына арнайы қойып кетем. Енді кейбір адамдар менің жаңағы таныстарым, достарым айтады, мен газет алып келдім ба, тастап кетем. Өйткені стадион әкімшілігі жұмыс жасау керек, осыны сүрту керек, бізге газет әкелгізбеу керек дейді. Кеше бірақ таза еді. Енді кеше мен ойладым бір чемпиондар лигасының ойыны ғой, бұл кезде тазаламағанды қашан тазалайды? Кеше мен де шығып видеоға түсіріп специально ақша алатқаннан кейін, мен 2000 теңге билет алғаннан кейін мен не үшін газет сатып алуым керек деген нәрсені шығарам деп ойлаған едім. Жоқ, кеше бардым, бірақ действительно таза сүртілген. Оған дейін білмеймін мен, біздің халықта ол менсінбеушілікке жата ма, отырсаң отырасың осы жерге деген сияқты да, мысалы сүртілмеген, әшейін шаң-шаң, сіз айтқандай стадионнан шықсаң уже артыңнан білінеді сен стадионда отырғаның. Ал кеше мысалы сүртілген, и халықта да андай сол отырған жерді мысалы төбеден түсіп келеді ғой, и соны басып өтіп кетеді да. Сәл бетіп 2 минут уақытын аяп, сәл айналып кеп деген жоқ та, біреулер соны басып өтіп кетеді да. И сол үшін де газет керек бізге. Бізде мынау Шымкент қаласы оңтүстік Қазақстан облысынан еншісін алып бір мегаполис болып 2018 жылы бөлінді ғой. Бөлінген кезде
алғашқы әкім болды ғой бізде, кім еді, Ғабидулла Ғабидулла, Әбдірахимов деген кісі әкім болған. Сол кісі біздің Шымкенттегі Қажымұқан Мұңайтпас стадионын жалпы модернизация жасап, мынау футбольный қала жасаймын деп өзі айтқан еді да. Өйткені Түркістанға барсаң Қожа Ахмет Яссауи бар, жаңағы ана жаққа барсаң анандай бар, мынандай бар деп сол кезде сол кісі әдемелеп келтірген еді. Біз осы стадионды қанша миллион доллар деді, сол кезде бір 35 миллион доллар деді ма, есіңізде болса. Сөйтіп модернизация жасаймыз, жаңағы батыс шығыс трибуналарын бәрін төбесін жабамыз, кәдімгі Европа стандартына сай Шымкент қаласы футбол қаласы болу керек деді. Келген адам Шымкентке футболға бару керек, мысалы үшін мейрам деп сезіну керек деді. Кейін білесіздер, нешеме журналистер шықты, анау деді, мынау деді, қымбат деді. Сол аяқсыз қалды, енді кеше көрдіңіз. Бірақ енді действительно қымбат деді. Ол нәрсені мен статистикасын көрдім. Сол ақша кететін ақшаға, сол суммаға Турцияда жаңа стадион салынған. Ал бізде просто ремонт үшін ол ақша деген, сол үшін журналистер көп шығып осындай деп айтты. Міне енді өзіңіз хабарыңыз бар, жаңа стадион салмайын деп жатыр. Білмеймін әлі, бірақ несін құйды әкім барып, әлі іштеңе кеше видео көрдім мен, тып-тыныш іші әлі іштеңе жалғас басталған жоқ. Ол стадионның хабарым бар, маған әлеуметтік желіде жазады, стадион жайлы неге сіздер айтпайсыздар. Мен енді бір кәсіби журналист емеспін, мен кәсіби жаңа құрылысшымын, жаңа айттым ғой. Мен құрылыстың барысын сұрастырып біліп жүрмін, өйткені ол жерде былай болған мәселе, мердігерді анықтаған, мысалы салатын мердігерді анықтағаннан кейін жаңа капсула құю рәсімін өткізген. Білесіздер, ол жер салынып жатқан жерде өткенде байқаған шығарсыз, қоршаумен қоршалып қойған, ішінде бірақ үйлер тұр. Сол үйлерді сатып алу жұмыстары, процестер әлі аяқталмаған. Жердің бәрін өкіметке өткізіп жатыр. Өйткені ол бір жерлері өкіметтікі, бір жері жаңа жекеменшік деген сияқты. Одан кейін бір естіген мендегі бар мәлімет бойынша ақша жаңағы республикалық бюджеттен екен. Осы айда толығымен жаңағы сатып алу жұмыстары рәсімделіп, келесі айда құрылысы басталады деп, сондай жаңағы мендегі бар ақпарат бойынша құрылысы келесі айда басталады деп жатыр. Енді өзіңізде, мен де бір арасында барып көріп тұрсақ болады, оны түсіріп. Кеше әлеуметтік желіге салып жатыр ғой, қайда, әлі тып-тыныш болды, кәні кешеге мейрам өтті, анау өтті. Ол жердегі мәселе, енді мынау халыққа дұрыс информация берген жоқ қой. Информация дұрыстап таратқанда мүмкін. Может, берген де шығар, мен естіген жоқпын. Менің естігенім бойынша сондай. Мердігердің анықталуына байланысты әшейін капсула салу рәсімін өткізген болды. Ал бірақ жерді әлі толығымен мемлекетке қайтарып алмаған. Мемлекетке қайтарып алғаннан кейін жұмыс жанданатын шығар. Бұл стадион бізге өте керек бұл стадион. Егер осы стадион бізде бітетін болса, Шымкент футбольный город болып кетуі мүмкін, әбден мүмкін. Сондай болу керек, негізі бізде күн ыстық, қыстақта ойнау. Бізде команда өте көп. Шымкентте команда көп қой, білесіздер. Бірінші лигада ойнайтын қанша команда бар. Бізде барлығы мынау жаңағы қай еді, Астана аренаның мысалы үшін алаңын қарасаңыз, полясы, жаңағы искусственный поля. Ал бізде кәдімгі табиғи поля өсіруге мүмкіншілігіміз бар. Достар, сонымен қоштасамыз, біздің подкасттың соңына жеттік. Аға, айтарыңыз болса, мына камераға қарап. Айтарым мынау Ордабасы футбол клубының мынау жанкүйері, Шымкент қаласының бір жанашыр ретінде айтарым мынау. Алда әлі болашақта бізде Европалық ойындар әлі өтеді. Өйткені мынау командадан жеңілсек те кейінгі кезеңге түсеміз, одан кейін кезеңге түсеміз. Мынау кешегідей алып сатарлардың мәселесін жаңағыдай құртып балта шауып соларға ойынды, билетті онлайн режимде сатса екен деген ой ғой. Одан кейін жаңағы Қажымұқан Мұңайтпас стадион әкімшілігіне стадионды бір кішкене ретке келтіріп, бір чемпион команданың стадион сияқты қылып дайындап қойса, мынау көріп отқандарыңыздай, мынау бізде ғана LED экран бар ғой, табло дейді ғой. Оның өзі бір ұятты нәрсе да, ұятты, өте ескі бір анау
кеңес өкіметінен қалған сияқты көрсетіп тұрады. Мынау өзіміздің мынау тиіп тұрған Өзбекстанда қандай дамып кеткен. Сол бар айтарым. Рахмет. Иә, рахмет сіздерге де. Жақсы. Сәттілік, Ордабасыға да сәттілік. Иә, Құдай қаласа 17-сіне Петрокопты саталаңда отырамыз. Құдай қаласа. Жақсы, сау, аман болыңыздар.